Туран университеті заң саласының мамандары үшін маңызды қадам жасады. Оқу орнында адвокаттардың біліктілігін арттыруға арналған жаңа орталық ресми түрде ашылды. Бүгін тарихи күн, бүгін адвокаттардың біліктілігін арттыруының орталығы Туран университетіндегі ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Бұл орталықтың ашылуы заң саласындағы үздіксіз білім берудің маңызын көрсетеді. Жылдам өзгеріп жатқан заңнамалық база мен халықаралық тәжірибе адвокаттардың үнемі білімін жетілдіріп отыруды талап етеді. Енді адвокаттар жаңа орталықта тәжірибелік дағдыларын тереңдетіп, соңғы өзгерістермен таныса алады. Құрметті қонақтар, құрметті студенттер, бүгін бізге университеттің қабырғасында маңызды оқиға. Қазір өздеріңіз білесіздер, мына заң жүйесі, құқық орындарына байланысты көп әңгімелер бар. Соның ішіндегі ең қазіргі кездегі алға шығатын сала адвокаттар. Халықтың мүддесін қорғау, мемлекеттің мүддесін қорғау оңай емес. Оған білімнің дәрежесіне байланысты. Осы қандай азаматтар келді, қалай міндетті қорғап жатыр. Әртүрлі көріп отырмыз ғой күнде. Өкінішке орай билік. Біз енді мемлекетті қарасаңыздар, көп жерде де сот, прокуратура басым болды ғой. Болып та келіп жатыр. Осы кезде адвокаттардың міндетін орнын төмендеткісі келеді. Елемейтіндері де бар. Күнде өзгерістер болды. Соған байланысты бүгін таңда адвокаттардың орны маңызды. Бүгінгі жақсы болашақта орны ерекше болатын сала адвокаттар саласы. Адвокаттардың біліктілігін арттыру орталығының ашылуына елімізге белгілі заңгерлер, прокурорлар, сот өкілдері, ғалымдар, қоғам қайраткерлері, парламент депутаттары қатысты. Заңгерлерге жиын қатысушыларымен онлайн форматта байланысуға да мүмкіндік жасалды. Құрметті бүгінгі жиынға қатысушылар, құрметті Туран университетінің басшылығы, сіздерге осындай мемлекеттік маңызы бар шаруаны атқарып жатқандарың үшін алғысымды білдіргім келеді. Бүгінгі жиынға үлкен өкінішке орай мен қатыса алмадым, бірақ алдағы уақытта Қазақстан Республикасының парламенті мен Туран университетінің басшылығы арасында дәл осы орталықтың жұмысында бірлескен жұмыстарымызды жемісті атқаратынымызға мен сенімдімін. Орталықтың мақсаты заңгерлерге тек теориялық білім беру емес, сонымен қатар тәжірибе жүзінде қолдануға болатын мүмкіндіктерді ұсыну. Орталық жұмысына тәжірибелі судьялар, прокурорлар, алдыңғы қатарлы адвокаттар тартылады. Бұл құқықтық қызметтің сапасын айтарлықтай арттырмақ. Бұл үлкен жоба, үлкен мәселе. Өйткені адвокаттар мәртебесі және заң көмегі туралы заңға сәйкес адвокаттар өзінің кәсіби қызметін көрсету барысында олар өздерінің біліктілігін тұрақты түрде арттырып отыруға міндетті. Сондықтан да осындай үлкен ғылым ордасында адвокаттардың кәсібилігін арттыратын орталықтың ашылуы адвокаттық қызметтің кәсіби стандарттарын арттыруға өзінің үлесін қосады деп ойлаймын. Университет Туран қасынан осындай адвокаттардың біліктілігін арттыруға арналған орталық ашылып жатыр. Ол орталық біздің республикалық адвокаттар алқасында аккредитациядан өтті. Біздің президиум осындай шешім қабылдады. Өйткені Туран университеті ең бір мықты Қазақстанның университеттерінің бірі. 700-дей заң саласында заңгерлер дайындайды екен, 700-дей студент бар екен. Бұл енді бізге маңызды, бұндай университетпен қарым-қатынасты нығайтып, осындай бірге жұмыс істеуге, бәрімізге, университетке де, адвокатураға да, өзіміздің миссиямызға, барлық мақсаттарымызға жетуге көмектеседі. Оқу бағдарламалары этикалық стандарттарды сақтау, цифрлық құқық және медиация сияқты өзекті тақырыптарды қамтиды. Бұл орталық еліміздегі адвокатура институтын нығайтып, азаматтардың құқықтық тұрғыдан қорғалуын жақсартуға маңызды үлес қоспақ.